Сәлем әріптес. Кезекті интернетсіз әдісімді дайындадым. Бұл жаңа сабақтың тақырыбын ашуға арналған. Тек қана жаңа сабақтың тақырыбын емес, ата-аналар жиналысы, кез келген іс-шараның тақырыбын ашарда қолдануға болады. Міне, бал аралармен берілген, қарап көрейік. Жиегінде осындай ұяшық тұрады. Мынаны басқан кезде сағат тілімен айналдырып шығамыз. Мысалы, біріншісін бастық. Сонда бейне бір бал арасы шыққан бейнедей болады. Сұрақты жазамыз. Міне, осылай. Ең соңында жауап бергеннен кейін жаңа тақырыпты білу үшін ортасын басамыз. Сол кезде бізге мына бал араларының өнімі бал шығады. Осында тақырыпты жазуға болады. Жеке алуға немесе 5 жылдық достықпен каналға жазылуға мүмкіндік бар.